Қош келдік. Құрметті менің оқырмандарым, арнама мені оқы. Бүгінгі біздің әңгімеміз шытырман әңгімеміздің 3-ші бөлімі. Арнамды жоғалтып алмау үшін арнама тіркеліп отыруларыңызды сұраймын. Алдын ала рахмет. Тергеу изоляторына келгенімде мен Ақжігітке қарап, адам өлтіретін жан деп те ойламадым. Өте сұлу, шымыр денелі, аққұба толқынды шашты, ұзын бойлы жігіт екен. Ойлы көзбен маған қабағын түйіп қарап отыр. Саламатсыз ба? Сіз Баев Ақжігітсіз. Я, мен Баев Ақжігітпін. Не себепті қамауға алғаныңызды айтты ма? Нақты айтпады, бір іске күдіктісің деді ойлана қарап. Сіз жаңылай танисыз ба? Дедім көздеріне қарап. Ақжігіттің көздері жарқ ете қалды. Қуаныш белгісі мақтана аузына толтыра. Жаңылай менің сүйгенім, оған не болды? Деді ойланып. Сіз Жаңылайды соңғы рет қашан көрдіңіз? Бүгін, я, әлі бүгін. 5 сағат неше болды? Деп қол сағатына қарады. Сағат 23:50 еді. Маған қарап, я, мен бүгін пойыздан түстім. 3 ай Атырауда болдым. Вокзалдан бірден Жаңылайдың үйіне тарттым. Оған не болды, бірдеңе болып қалды ма? Деді үрейі ұша. Жаңылайдікінде нешеде болдыңыз? Дедім әдейі оған не болды деген сұрағын естімегендей болып. Түс ауа 2-лерде ме? Сағатқа қарамаппын. Ағай, айтыңызшы, Жаңылайға не болды? Деді жалынышты дауыспен. Қай уақытта ол пәтерден қайттыңыз? Ағай, Жаңылайға не болған айтпасаңыз, мен енді аузымды ашпаймын, деді тістеніп. Сіз пәтерден сағат нешеде кеткеніңізді айтпасаңыз, Жаңылайға не болғаны естімейсіз, дедім. Мен жігіттің пәтерден Жаңылай тірі болғанда шыққанын естігім келіп отырмын. Жігіт көздері ойға толы маған жыны ұстап қарап отырып. Мен Жаңылайдың қасында көп болмадым. Көру үшін тосын сый жасап барғам. Ол қатты риза болды. Мен ұсыныс айтып, саусағына сақинамды салдым. Шай қойды. Бір кесе шай ішіп, асығыс үйге кеттім. Неге асықтыңыз? Жаңылайдың ұсынысымды қабыл алғанын анама айтуға асықтым. Сағат, Құдай-ау, 5 пе, 5:30 ба, білмеймін. Ертең Жаңылайдың ата-анасымен танысуға келетін болған соң асығыс кеттім. Көп отырғанға ыңғайсыздандым. Ата-анасы келіп қала ма деп асықтым. Ағатай, өлтірмесең айтшы, Жаңылайға не болды? Деп үрейі ұшып. Мен енді Жаңылайдың өлгенін мына ғашық жігітке қалай айтам деп қиналдым. Оның Жаңылайдың балконнан құлағанына еш қатысы жоқ екені анық. Жәутеңдеп беті бозарып менен көзін алмай қарап отыр. Амал жоқ, айтуым керек. Орнымнан тұрып қасына келдім. Жігіттің қастары дірілдеп жамандықтың болғанын сезіп ақ отыр екен. Жейдесінің түймесін ағытып жұтынып қояды. Ақжігіт, сен мықты бол. Бүгін сағат 17:45-те Жаңылай 5-ші қабаттан құлап қаза тапты, дедім. Ақжігіт көзін жыпылықтатып орнынан тұрды. Деп сұр болып қайта отырып, аузын біресе ашты, біресе жапты. Қолдарын ербеңдетіп, құлағын жауып, маған аянышты көздерімен қарап басын шайқады. Мен папкадағы өлі Жаңылайдың фотосуреттерін ақырын алдына қойдым. Бейшара жігіттің жарасы шығардай болып суреттерге кезек-кезек қарап, үрейі ұшып орнынан тұрып, артқа шегініп, тілсіз басын шайқап, шығар, есік іздеп арпалысып кетті. Кеудесін тырнап бір бұрышқа барып жүресінен отырып өкіріп жылады. Тез орнынан тұрып фотоларға қайта-қайта қарап, өз көзіне өзі сенбей сылқ етіп талып қалды. Қанша жыл етім үйренген жұмысым болса да, мен үшін жақындарының ең жақын адамдарынан айырылып қалғандарын айту өте қиын болды. Мынандай жан азабын көру өте ауыр. Менің көзім Жаңылайдың өліміне Ақжігіттің еш қатысы жоқ екенін толық жетіп тұрды. Ақжігіттің есін жиғызып, дәрігерлер қарап біраз уақыт беруімді өтінді. Ақжігіт Жаңылайды өз көзімен көрмегенше мына фотоларға сенбейтінін айтыпты. Амал жоқ, зертхана мәйітханасына бардық. Жаңылайдың өлгеніне сене алмай ұзақ қарап, қолдары дірілдеп жүресінен отырып өкіріп жылады. Зертханадан әрең алып шықтық. Ол жерден Ақжігіт басқа адам болып, құр сүлдесі ғана қалғандай көрінді. Күші асып-тасып, көзі жайнап сұлуланып отырған жігіт
боп-боз болып түнеріп талықсый шықты. Мен кеткенде ол тірі еді ғой, мен бекер кеттіппін, ол кім, неге, қалай деп ақырын айтып ұзақ отырды. Жаңылай, саған біреулер қастанып жүр деді ме? Жоқ, ондай сөз болған жоқ. Біреу келеді деді ме? Ондай да сөз болмады. Менің тосын сыйыма дән риза болды. Ұсынысымды қабыл алды. Шай қойды, құшақтасып сүйісіп диванда отырдық. Екеуміз де қатты ұялдық, арыға бармадық. Жаңылай шашымнан сипалап сағынғанын айтты. Сосын шай іштік. Бірімізге біріміз көзіміз тумай қарай бердік. Торттан жедік. Ертең ата-анасынан рұқсат алатынымды айттым. Ол ата-анасына ескертетінін айтты. Мені подъезд есігіне дейін шығарып салды. Есіктен шығып аз ғана ернін сүйдім де қуаныштан қанат бітіп жүгіріп кетіппін. Бекер кетіппін, оған не болды? Қылмыс пәтерде күрес болған, оны итеріп құлатқан. Кім болуы мүмкін? Анықтаймыз. Мен енді қалай өмір сүрем? Жаңылай жоқ деп ақ жігіт алысқа қарап тұрып қалды. Көңіл айтып үйіне босаттық. Екінші адамды іздеуіміз керек. Ол кім? Фотороботпен іздеу салдық. Жаңылайдың ата-анасынан фотороботты көрсетіп, таниды ма деп сұрап едік. Екеуі де танымайтынын айтты. Екінші тәулік шатырда жүрген адам үшті-күйлі жоқ. Болып жатқан жағдайды Жаңылайдың отбасына айтып бердік. Жаңылайдың әкесі Ақжігітпен көріп, айғақтарға сенбей, көрмей, естімей Ақжігітті қаматты. Қамамасақ та өзі өлтіретінін айтып қоймай қойды. Қыздың сақинасына ілініп қалған шаш талшықтары Ақжігіттікімен қатар шатырда болған адамдікі де. 4-5 талшық екі адамдікі. Айғақ Ақжігітке де тең түсіп тұр. Тергеу изоляторына қайта келдім. Ақжігітті көріп танымай қалдым. Ол мүлдем басқа адам болып отыр. Қан сөлден жұрдай, әдемі, көзі сөніп қалғандай. Қандай сұрақ қойсаң да жауап бермейді, мелшиіп отыр. Ақжігіт, айтшы, Жаңылайдың сақинасында сенің шаш талшықтарың қалай тап болды? Ақжігіт үндемейді. Інім, саған жала жабылуда, саған адам өлімі артылуда. Есіңді жишы, мына айғақтар қалай пайда болғанын айтшы дедім. Мелшиіп отыр. Ақжігіт, саған сонда Жаңылайды кім өлтірді? Бәрі бір ме? Мені естімейтін сияқты. Ақжігіт, сен сонда қаншерді таппай осылай сотталып кете бересің бе? Ақжігітте сөз жоқ. Мен жігітке қарап, оның Жаңылайдың өлімін естіген сәтте өмірден бас кешкенін түсіндім. Оған бәрібір екенін ұқтым. Ақжігітті камераға жіберіп, істі өзім шешпесем болмайтынын ұқтым. Бастықтың бөлмесіне келдім. Ізбасаров сені мықты тергеуші деп бізге ауыстырғанын білем, бірақ Баев өз кінәсін мойындап отыр. Баев мойындап отырған жоқ. Ізбасаров Баев мойындамаса да, мойындаса да ол қызды өлтірді. Оған дәлел де айғақ та бар. Көрген көрші Тамара апай бар. Бар ма? Бар. Қолтаңба ізі бар ма? Бар. ДНК нәтижесімен дәлелденген тері май қалдықтары мен шаш талшықтары соныкі ме? Соныкі. Баевтікі. Болды. Ол сөйлемей қызды өлтірген соң жынды болып отыр. Сотқа жібер, істі өткіз деді бастығым қаһарланып. Жоқ, істі өткізе алмаймыз. Шатырда жүрген адам кім? Ол шатырда қаңғырып жүрген адам кім болса ол болсын, ол адамда не шаруаң бар? Бәсеке, қалай шаруам болмайды? Ол адамның да қолтаңбасы мен ДНК нәтижесі пәтерден қыз денесінен табылды ғой. Қайсы қай жерде жазылған? Менде ондай дәлел жоқ. Қалай жоқ? Делода бәрі бар. Ізбасаров, сен шатастың. Дело міне жатыр. Шатырда адам болған, шатырға шығатын есік ашық болған. Сол жердегі көп қолтаңбалар алынғаны жазылған. Сәйкес қолтаңба туралы сөз жоқ. Мен делоны жұлып алдым да парақтап бүкіл айғақ дәлелдерді қарап шықтым. Делодан 2-3 парақ жоғалған. Мына жерде 2 парақ жоқ, дедім бастығыма ашулана қарап. Сен не біздің бөлімде жауапсыз, сауатсыз адамдар жұмыс жасайды деген келе ме? Мен олай дегем жоқ. Енді не? Эксперттің сарапшы қорытындысы ауысқан. Мына жердегі алдыңғы дәлелдер жоқ. Парақ беттері реттеліп жазылған ғой. Міне қараңыз, 2 бет, тіпті 3 бет, нағыз сол айғақ дәлелдер жоқ, дедім папканы шұқып.
Ізбасаров, сен абайлап сөйле. Эксперт не жазды толық андағы папкада жатыр. Сен парақ беттерін цифрланғанда шатасқан боларсың. Бәсеке, сіз маған сенбейтін жөніңіз бар. Мен жаңадан келдім. Бәсеке, маған атқарған жұмысымды дәлелдеуге мұрша беріңіз. Мен ақ қараны анықтап алдыңызға тастауға уақыт беріңіз. Уақыт жоқ. Қыздың отбасы Қанішердің сотталғанын қалап отыр. 2 күн бар жоғы 2 күн беріңізші, мен қыздың отбасымен сөйлесем. Ізбасаров, мен саған сол 2 күнді беретіндей қандай дәлелің бар, деді бастығым ойлы көзбен. Бар, Бәсеке, бар. Қазір экспертке барам деп тез орнымнан тұрдым да сараптама бөлмесіне бардым. Алдымнан сараптама жасайтын 40-тан асқан дос деген криминалист сараптамашы эксперт жігіт ойлы көзбен қарап отыр. Амандасып қандай шаруамен келгенімді айттым. Ол еш саспастан өз журналын ашып, сараптаманы қалай жасағанын, нәтижесін қалай болғанын толық жазып қойғанын, қай уақытта маған өткізгенін анықтап жазып қойғанын көрсетті. Менімен осы журналыңызды көтеріп бастыққа жүріңізші, дедім. Маған қарсылықсыз қағаздарын көтеріп бастыққа барды. Ізбасаров, мен не айтарымды білмей отырмын. Сонда сен атқарып отырған іске біреу араласып отыр ғой, деді ашулы дауыспен. Араласып қана қоймай, Қанішерді жоққа шығарып отыр. Делоны кім көрді? Папка бөлмемде жатты. Есігіңді әдеттегенше бекітемейді. Мен сыртқа шыққанда папканы сейфке салып кетем, есігін бекітем. Ізбасаров, былай жаса. Сен маған айғақтарды дәлелдеген құжаттардың көшірмесін эксперттен көрсеткеніңді ешкімге айтпа. Сізде тіс жарып, жан адамға бұл жағдайды айтпаңыз, деді криминалист досқа қарап. Құп болады. Сіз бара беріңіз, қасыңыздағы жас қызға да айтпаңыз, деп эксперт криминалисті жіберді. Ол кісі тез шығып кетті. Ереке, бұндай жағдай бірінші рет болып отыр. Сен дымыңды білдірме, Баев қамауда қалатын болды, сотқа іс кететін болды, деп ашуланып бөлмеңе бар, бірақ өз шаруаңды істе, қазбала, шатырда кім болғанын анықта. Жан адамға сенбе, үй артыңда тыңшы бар екен. Бұл жаман нәрсе. Айғақтарды жоқ қылып, Қанішерді аман қалғысы келетін кім екенін анықтауымыз керек, деп бастық орнынан тұрып терезеге жақындады. Кім болса да шатыр астында жүрген адамның жақыны, болмаса танысы. Шатыр астындағы адамның кім екенін анықтауымыз керек. Базада жоқ. Қайдан іздестіруге болады, деп маған қарады. Мен табамын, уақыт керек, дедім. Сен 2 тәулік сұрадың ба, сол 2 тәулігіңе бар, іске сәт, деп көзімен есікті көрсетті. Мен ашуланып дәлізге сыймай бөлмеме келдім. Біраз жігіттер ашуланғанымды көрді. Осы іс басталғаннан жұмыс жасап жүрген бірнеше жігіт бөлмеме келді. Ереке, не болды, деп жарыса сұрады. Іштей осы жігіттердің қайсысы Қанішердің жақыны деген ой тұрса да, іс сотқа кететін болды. Ақжігіттің Қанішер деп анықтайды, сонымен іс жабылатын болды, дедім стөлімді ұрып. Ереке, Баев не деді, деп бір опер сұрады. Ол серік еді. Баевтың есі ауысып отыр, дедім. Ереке, оның есі қызын өлтірген соң ауысқан болар, деді опер Жанат. Ол қыздың өлгенін естіген соң жынды болды, дедім қағаздарымды ары-бері сапырып. Не істеп отырсыз, деді тағы бір опер жігіт. Ол тағылымгер, стажер еді. Мен оның дауысын естісем де естімегендей болып, жігіттер, кім біледі, мүмкін Баев кінәлі болса, кінәлі шығар, іс жабылды, папка сотқа кетті, қыз өлді, бітті, мен үйге кеттім. Бұл іс маған түк қызық та қиын да болмады, сонда да демалам. Мен ешқашан бұл істің ең оңайы осы болды деп еске беттеп кеттім. Не іздеп отырсыз деген жігітке көз қырымды салдым да, ол қызарып жан-жағына жалтақтай қарады. Кеңседен шығып жаяу Жаңылайдың пәтеріне дейін бардым. Жол бойы 4 жігітті кезек ойша тексердім. Бірінші Серік Баев не деді деген опер көшілердің сұрақ жауап алғам. Көрші үйдегі атайды тапқан, сол оны өшіре тұрайын. Екінші Жанат, ол әрдайым менің қасымнан шықпайды. Оның ойынша Ақжігіттің есі қызын өлтірген соң ауысты деп отыр. Жанат көрші үйден шатырдан түскен адамды көрген. Куәгерді әкелді. Жанат, сен ойландырдың. Ойың Ақжігітті Қанішерді деп қамату ма? Үшінші опер есімі қалай еді? Не іздеп отырсыз, деді. Оған мен не іздеп отырғаным неге маңызды? Ол Қанішер туралы, жабылған жұмыс туралы күйінбей менің не іздеп отырғанымды білгісі келді. Неге, есімі кім еді? Қыдырәлі ме, Қадыржан ба? Иә, Қадыржан. Ол тағылымгер, не іздегенімді шаруаң қанша?
Стажер екен ғой, сен де маған ой салдың. Ал төртінші жігіт ше, ол Азат, криминалист гидада жұмыс жасайды. Ол сұрақ қоймады, өз ойымен отыр. Ол фоторобот жасаушы. Тоқта, ол фоторобот жасады ғой. Неге оны шатыр астында жүрген адам қызықтырмайды? Неге ол менен фотороботтағы адам не болды деп сұрамады? Жігіттер, сендер кімсіңдер, қайсың папкама қол салдыңдар? Мен не ойлап кеттім, ойым бұзылды-ау. Қаншер іздеудің орнына папкадан айғақты құртқан ақымақты іздеуім керек болды. Ол кім деген ойлармен жаңылай тұрған үйге де жеттім. Аулада адам аз. Қыздың подъезіне жақындағанда жолдас полицей, сізден бірдеңе есіңізге түссе хабарлас дегенсіз деп даусына бұрылсам, Тамара Алексеевна екен. Сәлеметсіз бе дедім. Сәлемет пе? Айтпақшы жолдас полицей, оқиға болардан бірнеше күн бұрын мен біздің баспалдақ дәлізден бір жас жігіттің ары-бері жүргенін естің көзінен көргем. Ол не сыртқа шықпайды, тек 3-ші қабатқа түседі, сосын көтеріледі. Қазақ жігіті дейді де саусағын шошайтып, ішім бүлк ете қалды. Құрметті оқырмандарым, бұл 3-ші бөлімнің соңы. Каналыма лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сұрақтарыңыз болса, комментария жаза кетіңіздер.